Саламатсыздарбы, 3-нчы сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 3-нчы сыныптың математика сабағынан 64-нчы сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептерін шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Келесі, яғни мына жерде мұз айдындардың ауданын өсу ретімен жазыңдар дейді. Яғни өсу ретімен жазатын болсақ, бұл жерде бірінші 600 мың метр квадрат, ол Алматы арена бірінші жазылады. Одан кейін 700 мың екінші жазылады. Содан кейін 700 метр квадрат, яғни 10 мың метр квадрат, ол медеу үшінші болып жазылады. Яғни біріншісі ең кішкентай, одан кейін одан үлкені, одан кейін ең үлкені жазылады. Сонда өсу ретімен болады. Келесі тапсырма: егер тіктөртбұрыштың ауданы белгілі болса, оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін нұсқаларды атап шығыңдар дейді. Яғни мүмкін нұсқаларды қарастырамыз. 48 дегеніміз, яғни ұзындығы 48, мен үтірмен жазам, ені 1 метр болуы мүмкін. Сонда 48-ді 1-ге көбейтеміз, яғни 48 дециметр квадрат шығады. Келесі, ұзындығы 24 дециметр, ал ені 2 дециметр болуы мүмкін. 24-ті 2-ге көбейтсек 48 шығады. Одан кейінгісі, яғни мына жерде 3 деген бар. Ені 3 метр, ұзындығы 16 болуы мүмкін екен. 16-ны 3-ге көбейтсек 48. Келесі біреу, ені 4, ал ұзындығы 12 болуы мүмкін. Одан кейін ені 6, ұзындығы 8 болуы мүмкін. Осындай нұсқалары бар екен. 1, 2, 3, 4, 5 нұсқасы бар. Осы 5 нұсқасы, яғни бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені болуы мүмкін. Осы 5-еуінің біреуі болады. Сонда барлығының жауабы, яғни ауданы 48 дециметр квадрат болуы мүмкін. Келесі біреу, яғни ауданы 45 см квадрат болуы үшін ұзындығы 45, ені 1 болуы мүмкін. Ұзындығы 15, ені 3 болуы мүмкін. Ұзындығы 5, ұзындығы 5 емес, 9, ұзындығы 9, ені 5 болуы мүмкін. Көбейткенде мыналардың жұп, яғни мына жұп-жұбымен жаздым ғой, сол жұптарды көбейткен кезде біреу ұзындығы, біреу ені болып тұр, 45 см квадрат шығады. Келесі біреу, яғни 18, бірінші ұзындығы 18, ені 1. Одан кейін ұзындығы 9, ені 2. Келесі біреу, ұзындығы 6, ені 3. Сонда бұлардың барлығын көбейтіндісі, яғни жұптардың көбейтіндісі 18 метр квадратты береді. Келесі тапсырма есептеңдерде яғни есептеу берілген. Есептеуді орындаймыз. 45-ті 9-ға бөлеміз, сонда 5 килограмм шығады. Килограмм. 1 дециметр 2 сантиметрді 2-ге бөлеміз, сонда 1 дециметрдің 10 сантиметр болады, оған 2 сантиметр қоссақ 12 болады. 12-ні 2-ге бөлсек 6, яғни 6 сантиметр болады. Яғни сантиметрге айналдырып жібердік. 6 сантиметр 3 миллиметр 7-ге бөлеміз. 6 сантиметр дегеніміз 60 миллиметр болады. Оған 3 миллиметр қоссақ 63 болады. 63 миллиметр 7-ге бөлсек 9, яғни 9 миллиметр. 27 граммды 9-ға бөлсек 3 шығады. 3 грамм. 4 дециметр 8 сантиметрді, яғни 8-ге бөлсек 4 дециметр дегеніміз 40 сантиметр болды. 40-ға 8 қоссақ 48 сантиметр. 48 сантиметрді 8-ге бөлсек 6 сантиметр деген, яғни дециметр және сантиметрмен берілген. Соңғы жауабы біз, яғни оны кішірейтіп, дециметрді сантиметрге айналдырып есептедік. Сонымен жауап сантиметрмен шықты. 36 центнерді 9-ға бөлсек 4 центнер шығады. Келесі есептеңдер дейді. 9 метрден 205 сантиметрді азайтамыз, 695 сантиметр болады. 4 дециметрден 15 миллиметрді азайтамыз. 4 дециметр дегеніміз 400 миллиметр болады. Бұл жерден біз екі түрде есептесек болады. Дециметр, сантиметр, миллиметр түрінде жазуға болады, я болмаса миллиметр түрінде жазуға болады. 4 дециметр дегеніміз, яғни қанша болды? 400 миллиметр болды. 400 миллиметрден 15-ті азайтсақ 385 миллиметр болады. Оны айтып тұрғандай 3 дециметр, 8 сантиметр, 5 миллиметр деп жазуға болады. 5 центнерде 195 килограммды азайтамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар, 5-те 500 болады. Сонда 302 килограмм шығады. 1 тәуліктен 15 сағатты азайтамыз. 9 сағат қалады. 24-тен 15-ті азайттық. 2 тәуліктен 40 сағатты азайтамыз. 2 тәулікте 48 бар. 48-ден 40-ті азайтсақ 8 сағат.
1 тоннадан 8 центнерді азайтсақ, 1 тоннада 10 центнер бар, 10 центнерден 8 азайтсақ 2 центнер болады. 1 килограммнан 465 граммды азайтамыз, сонда 535 грамм болады. Яғни 1000 граммнан 465 азайтамыз. 1 килограммда 1000 грамм бар ғой. 1 километрден 602 азайтамыз, метр. Яғни километрді метрге айналдырып аламыз, 1000 метр болады. 1000 метрден 602 азайтсақ 398 метр болады. Келесі 1 дециметріміз, яғни миллиметр есебімен 100 миллиметр болды. 100 миллиметрден 45 азайтсақ 55 миллиметр болады. Келесі тапсырма. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын, оның ауданымен периметрін табыңдар дейді. Айтылған бойынша орындап шығамыз. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын. Ені 2 см болса 3-ке көбейтеміз, яғни 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6 см болады. Периметрін есептейміз. Периметрін есептеу үшін, яғни формула бойынша ұзындығы мен енін қосамыз. 6 қосылған 2 көбейген 2 болады. Сонда 6-ға 2-ні қоссақ 8, 12 көбейтсек 16. Демек периметр 16. Көбейту, яғни ауданында көбейтеміз, енін ұзындығына көбейтеміз, 6-ны 2 көбейтеміз, ұзындығы еніне көбейіп тұр, 12 см квадрат. Келесі 1 см болса, оны 3-ке көбейтеміз. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе көп деп тұр ғой, сондықтан 1-ді 3-ке көбейтеміз, 3 см болады. Периметрін табу үшін 3-ке 1-ді қосамыз. 3 қосылған 1 көбейген 2 болады. 4-ті 2 көбейттік 8 болады. 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3 см квадрат. Мына жерде де сантиметр. 3 сантиметрді 3-ке көбейтеміз, 9 болады мына жерде. Периметрін табу үшін 9-ға қосамыз 3-ті, оны көбейтеміз 2-ге. 12, 12-ні 2-ге көбейтсек 24 сантиметр болады. 9-ды көбейтсек 3-ке 27 сантиметр квадрат болады. Түсінікті ғой. А дегеніміз ұзындығы, Б деген ені деп мына жерде кішкене көрсетіп берген, түсіндіру үшін. Келесі, есептерге сызба таңдап оларды шығар дейді. Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша? Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. 4 метр мұнау. Тең 3-ке бөлінген, соның 1 бөлігі деп тұр міне. Демек, мына жақта да 4 бар, мына жақта да 4 бар. 4 көбейту 3 деген сөз. Әйтпесе 4 қосу 4 деген сөз. Ол 12 метрді білдіреді. Әйтпесе былай жасауға болады. 4-ті бөлеміз 1-ге, көбейтеміз 3-ге. Сонда 12 метр шығады. Яғни 3-тен 1 бөлігі деді ғой. 1 бөлігі болғандықтан 1-ге бөлдік. Тең 3-ке бөлінген дегендіктен 3-ке көбейттік. Ұзындығы 27 метр сым орамның 3-тен 1 бөлігі кесіп алынды. 27. Тең 3-ке бөлінген. 27-ні бөлеміз 3-ге. Тең 9. Демек 1 бөлігі 9 екен. Қанша метр сым кесіп алынды? 9 метр. 1 бөлігі. Мына жерде 9 бар, мына жерде 9 бар. 3-ін қоссақ 27 шығады. Түсінікті ғой, Келесі есеп. Ұлдарға 6 жаңа жылдық көктем кәстім тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. 6 жаңа жылдық кәстім тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. Осындай 8 кәстім тігу үшін қанша метр мата қажет? Ол үшін яғни 12-ні бөлеміз 6-ға. Демек, бір кәстімге 2 метр мата кетеді екен. Енді сондай 8 кәстім болса, 8-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда 16 метр. Жалпы 16 метр мата қажет екен. Қыздарға 2 кофтаға қанша мата жұмсалса, ұлдарға 3 жейде тігу үшін сонша мата жұмсалды. Егер бір кофтаға 3 метр мата жұмсалған болса, онда әр жейдеге қанша метр мата қажет? 2 кофтаға, яғни 3 жейде деп тұр. Бір кофтаға 3 метр, демек 2-ні 3-ге көбейтеміз. Тең 6 метр. Жалпы 2 кофтаға 6 метр кетеді екен. Енді осы 6 метр ұлдарда 3 жейдеге кетеді екен. Демек 6-ны бөлеміз 3-ге, тең 2 метр. Онда әр жейдеге қанша метрден мата кетеді екен? 2 метрден. Түсінікті ғой, Келесі, есептің шартын жазу үшін кестені пайдаланды. Яғни жаңа есеп бойынша бір бұйымға жұмсалатын шығын қыздарда қанша болды? 2 кофтаға қанша мата кетеді екен? 2 кофтаға 6 метр. Бір бұйымға, яғни біреуіне 3 метр деді қыздарда.
Ал енді оларда үшеуіне кетеді екен, жалпы шығыны 6 метр. Мына жерде сұрақ қойылып тұр. Біз соны есептеп шықтық. Яғни мына кестенің ішін толтыру көрсетіп тұрмын. Жоғары жақта мына жерде орындап көрсеттім ғой жаңа. Демек, бұл жерде қанша болу керек? Яғни 2 метр. Бір бұйымға 2 метрден жұмсалатын екен. Мына кестенің ішін жаңағы жауаптарын анықтау арқылы толтырып шықтым. Мысал ретінде көрсетіп шықтым.